Жас әнші Айдарбек Рысбек «Келемін күнде қасыңа мен» атты су жаңа әніне бейнебаян таспалап жатыр. Бұл жолы жалғыз емес, серігі бар, ал әннің ішінде рэпі бар. Осындай ерекше ән жазған әнші түсірілім алаңында қызу жұмыс істеуде. Барлығы аяқ астынан тез басталып кетті дейді өзі. Бұл әнді тез арада жазып шығардық. Сөзін жазған, яғни мәтінін жазған Дулат Құйқас, әні өзімдікі автор. Бұл ән шыққалы кезі өзім енді жазғаннан кейін, шыға салысымен өнердегі бұрыннан аралап жүрген бауырымыз Мади Алимов деген жаңағы рэпер бауырымызбен ақылдаса келе, бір шешімге келе, тез арада жазып шығардық. Бұған дейін шығыс үлгісіндегі әндерді орындап жүрген әнші жаңа бағытқа бет алыпты. Рэп бүгінде қайта жанданып келе жатқан бағыт болғандықтан, жастардың сұранысына ие болады деп сенеді орындаушылар. Сонымен бұл жолы Айдарбек Рысбекпен дуэт жазып, рэп орындайтын сері Мади Әлім екенін айта кетейік. Айдарбек екеуміз баяғыдан доспыз. Өнер жолында да, жанды өмірде де. Бұл өлеңнің шығу тарихы өте қызық, себебі Айдарбек айтып кеткендей жаңа бағыт, жаңа бір идея болды. Сөзін өзім жаздым, екеуміз ақылдасып отыра осындай бір дүниені шығарсақ деген ойды көрдік. Халыққа ұнайды деген сенімдеміз, өзімізді сынап көрдік. Құдай қаласа, ол әннің де көрермендері, тыңдармандары табылады деген үміттеміз. Ал жалпы айта кетсек, бұл рэп деген енді қазір енді мода болып келатыр ғой. Сол моданы жаңа бағытта көрсеткен түріміз. Түсірілімі енді ғана басталған бейнебаянның режиссері белгілі актер әрі модель Олжас Тоғымбет. 2 жылдан бері команда құрып, жаңа кәсіппен айналысып жүрген ол Айдарбек пен Мадидің ұсынысын қуана қабылдаған. Сөйтіп әннің бейнебаянына сценарий жазып, сюжет желісін ойластырып та үлгерген. Өлеңнің өзіне келетін болсақ, ол өте динамикалы және де эстрадалық деп айтпаймын, кішкене де кей-попқа да кішкене ұқсас. Қатты ұқсас болмаса да, бірақ өзіміздің европалық және де шетелдің нелеріне ұқсас, әндеріне ұқсас. Сол себепті біз кішкене қалай айтсам екен, жай сюжеттен алыстап, кішкене кинодан қосайын дедік. Актерлық ойыннан қосайын дедік, шеберліктерін қосайын дедік. Сол себепті сюжетке келетін болсақ, бұл киноға ұқсас. Копия деп айтпаймын, бірақ өзіміздің сценаристер жазған. Айдарбек Рысбектің «Келемін күнде қасыңа мен» атты әніне таспаланып жатқан бейнебаян қашан толықтай дайын болатыны тыңдармандарына қызық болар, ал әнші ол үшін көп күттірмеймін деп отыр. Бейнебаян енді бүгіннен басталды. Бүгін енді 18 қараша 2017 жыл. Бүгіннен бастап бұл енді бейнебаян бір күнде бітеді деген ойдамыз. Неге десеңіз, бұл жерде енді режиссер Олжас Тоғымбет сол бауырымыздың айтуы бойынша бір күнде созылып отыр. Ақылдаса келе шештік. Негізі сюжет болады, жаңағы бір әдемі бір махаббат, шынайы сезім болады. Жалпы енді әннің өзі соны қалап тұр, соған сұранып тұр. Ендеше Айдарбек Рысбек пен Мади Әлімнің бірлескен жұмысын желтоқсан айында көріп қаламыз деген үміттеміз. Ал әзірге Музон арнасы жас өнер иелеріне сәттілік пен шығармашылық шабыт тілейді. Әнші Димаш Құдайберген Голливудта жүлдеге ие болды. Оның Moonlight OVC атты әні Голливудта өткен марапаттау кешінде үздік саундтрек номинациясы бойынша жеңіске жеткен. Композитор Томас Парридж мырзаны осы жобаға атсалысқан америкалық әріптестерімді өз командамды шын жүректен құттықтаймын. Тілеулес ағайынға, барша жерлестеріме, осы уақытқа дейін менімен бірге болған тыңдармандарыма үлкен алғыс білдіремін деп жазды Димаш Құдайберген Instagram парақшасында. Айта кетейік, аты әлемді шарлаған Димаш Құдайберген әлемдік турнеге де аттанғанын айтқан еді. Әнші халықаралық деңгейдегі гастролін ақштан бастаған. Америкалық фанаттар Димашты Лос-Анджелес әуежайында сән салтанатпен күтіп алған. Олардың арасында Димаш үшін мұхит асып Қазақстанға келген Патрис Грульон да бар. Алпысты алқымдаған Патристің Димаш үшін қазақ тілін үйреніп жүргенін де айтқан еді. Димаш Құдайберген әлемдік турнесін әрі қарай да жалғастыратын болады.